жаңа жыл мерекелеріңіз құтты болсын. Қазір біз жыл сайын жасайтын жаңа жылдың 2 салатын жасайтын боламыз. Подшуба және оливье. Оны басқаша жасайтын боламыз. Елканың ойыншығы сияқты қылып подшубаны жасаймыз. Оливьені кәдімгі елка қылып жасаймыз. Вау! Қыздар, мен өзім бұрын жасап көрген жоқпын. Енді ғана міне жасап жатырмын. Сондықтан да мен сіздерге қазір осынша грамм картошка, осынша грамм морковь, анау мынау деп айта алмаймын. Қанша кететінін сол жерде көреміз. Жарай ма? Подшубаға мінекей картоп, морковь, жұмыртқа, піскен пісіріп қойдым. Мінекей свекла, қызылша және балық, майонез. Ең алдымен мінекей картопты через терка өткіземіз. Терканың үлкенінен өткіземіз. Қазір енді бұған біз жұмыртқаны қосамыз. Картоптың барлығын өткізбейміз, қыздар. Алып қаламыз біреу. Өткіземіз, бірақ та басқа ыдысқа. Мына ыдысқа емес, басқа ыдысқа. Енді бір сәбізді өткіземін ішіне. Және ішіне бір жұмыртқаны өткіземін. Енді осының ішіне мен қазір мына балықты саламын. Майонез. Қазір тұздың дәмін татамыз. Міне, ішіне салатын начинкамыз дайын. Енді бөлік-бөлік ыдыстарға қызылша, оны бөлік теркадан өткізіп алайын. Қызылшаны да бөлек өткізіп жатырмын ғой. Қазір осы сырты қызыл болатын подшубамызды жасап болғаннан кейін бір қызылшаны алып, ана начинкаға осылай теркалайтын боламын. Әзірше қоя тұрамын. Мінекей, қызылшаны теркалап қойдым. Осы сияқты қазір барлығын бөлек-бөлек теркалап қойып аламын. Қыздар, қиын сияқты болып көрінеді, иә? Бірақ түк те қиын емес. Істей кетсеңіз, түк те қиын емес. Өзіңіз көресіз. Енді сәбізді бөлек ыдысқа теркалап аламыз. Бұның бәрі не үшін? Бұның бәрі жаңағы біздің салатымыздың сыртқы түсі әртүрлі болу үшін. Енді жұмыртқаны өткізетін боламыз. Енді бір картопты өткізе салайық. Міне, дайындап алдық. Барлығын, е? Барлығын дайындап алдық. Енді бастаймыз. Ең алдымен қолымызға міндетті түрде перчатка киеміз. Әйтпесе қолымызға жабысып, өзіңізге бөгет жасайды. Мінекей, қолымызға перчаткамызды кидік. Енді мынандай бір қасықтан аламыз. Міне. Дөңгелектеп алдық. Енді біз бұның үстінен қызылшамызды жабыстырамыз. Қызылшаны. Болдық. Енді бұны біз мінекей мынандай маслина дейді ғой, кәдімгі маслина. Сол маслинаны аламыз. Тура ортасынан бөлеміз. Тең ортасынан бөлдік. Бөлгеннен кейін мына салатымыздың тура ортасына қоямыз. Ең алдымен мынаны былай ортасы өзі тесік қой. Соған мынау укроптың сабағы. Укроптың сабағын былай салып аламыз дағы. Соны апарып үстіне қоя саламыз. Мінекей. Енді мынаны кішкене оформление жасау үшін мынау одноразовый мешок кондитерский, ішіне майонез салдым. Енді осыны біз оформление жасаймыз, сурет саламыз. Суретім кішкене енді асыққан соң ба кішкене нелеу болып кетті. Сіздер асықпай отырып жасасаңыздар болады. Міне. Біреу дайын болды.
Енді қыздар мынадан алып, қызылшадан алып, үстіне салып жіберейік. Жаңағы ненің үстіне. Мына салаттың үстіне мына қызылшаны да салып араластырып жіберейік. Өйткені мынаның ішінде қызылша жоқ қой. Ол кәдімгі патшуба салат, араласқан патшуба салат. Келесі біз сыртын укроппен әрлейтін боламыз. Дөңгелектедік. Енді укропқа сақтап туралған укроп, соның үстіне аунатып алатын боламыз. Аунатып аламыз. Міне. Бұл дайын. Келесі қыздар мен жұмыртқаға аунатамын. Бұл да дайын болды. Келесі сәбізбен. Қыздар міне. Шыршаның ілініп тұратын ойыншықтарына ұқсайтын салатымыз, патшуба салатымыз дайын болды. Шыршаның ойыншықтарына ұқсай ма? Только мына не, майонез, дәл уақытында осылай сыртын көркемдемесеңіз, қоса қызарып кетеді екен. Қыздар міне, мен оливье салатты турап дайындап қойдым. Оның айтып жатудың керегі жоқ. Кәдімгі өзіміздің жыл сайын жасайтын оливье салатымыз. Мінекей мен бір ғана штуктан аз-аздан ғана жасап қойдым. Өйткені мен жаңа патшубаны көп жасап қойыппын, қыздар. Мінекей кішкене ғана үлкен қасықпен бір қасық горох банкідегі. Соны салдым, толтырып тұрып, содан кейін бір ғана картоп, бір жұмыртқа, бір піскен пияз, соленый огурцы, тұздалған әгіршік, содан кейін мынау колбаса. Кішкене ғана. Соны салдым. Енді тұз салдым, қара бұрыш салдым. Енді майонез қосып, бір жарым қасық майонез қалай болар екен? Салып, қазір араластырып алайын бұны. Енді біз бұны тарелкаға салатын боламыз. Мынандай 4 бұрышты тарелкаға саламыз. Ең алдымен бұны біз 3 бұрышты етіп салып аламыз тарелкаға. Мынандай 4 бұрышты тарелкаға саламыз. Мінекей 3 бұрыштадық. Иә, мынау елка. Болашақ елка. Енді бұған мына укропты салып шығатын боламыз. Қыздар, міне біздің оливье салатымыз елка дайын болды. Шырша. Мінекей осындай ғана. Ешқандай қиындығы жоқ. Сондай бір пушисті, бір әдемі, бір елка болып шықты. Мынаны мен неден жасадым? Қызылшадан жасадым. 5 жұлдызды, 6 жұлдыз екен ғой. 6 жұлдызды. Мыналарды жұмыртқаның ағынан жасадым, свекладан жасадым, сәбізден деген сияқты. Мыналар горох. Енді өздеріңіз қоя бересіздер. Сондай әдемі болып шықты. Сіздерге көрініп тұр ма? Давайте, қыздар, арнамызға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Пока, қыздар.